Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және мен бүгін сіздерге қазақ елінде осы жылдар бойы қандай анимелер көрсетілгенін айтатын боламын. Және егер мен кейбір анимелерді тастап кетсем, сіздер соларды комментке жазып, менің тізімімді толықтырыңыздар. Шай мен тәттілеріңіз дайын болса, онда кеттік. Көп адамдар Қазақстанда көрсетілген анимелер дегенде Бакуган және Нарутоны айта бастайды. Дегенмен аниме Қазақстанға Қазақстан тәуелсіздігін қайтарған уақытта-ақ келді деп айтуға болады. Себебі 2000 жылдары анимелер ұлттық телеарналарда көрсетіле бастады және мен хронологиялық тізбекте сіздерге сол анимелер жайлы айтып беремін. 2000 жылдары Анпанмен анимесі қазақ және орыс тілдерінде көрсетілетін. Анпанмен анимесі наннан жасалған суперхиро жайлы еді. Ол өз дене бөліктерінен айырылғанда нан жеу арқылы соларды қалпына келтіре алатын. Бұл аниме қателеспесем 2000 жылдары хабар арнасынан көрсетілген. Бұл Осама Тецуканың культқа айналған анимесі. Біз оны қазір Астра Бой деген атпен де білеміз. 2000 жылдарының басындағы Sailor Moon анимесі КТК арнасынан көрсетілген еді. Аниме Усаги Цукино, яғни Sailor Moonның және оның құрбылары Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Saturn және Sailor Jupiterдің зұлымдыққа қарсы күресі жайлы еді. Оларға Таксида Маск есімді Sailor Moonның сүйіктісі де көмектесіп отыратын. Меха жанрындағы анимелердің ізін салушылардың бірі Грендайзер анимесі 2000 жылдардың басында ұлттық телеарналардың бірінен көрсетілген еді. Айтпақшы, бұл анименің мангасын Devil May Cry Baby'ді жасаған аты аңызға айналған тұлға Го Нагай жасаған еді. Спиди Гонщик анимесі де ұлттық телеарналардың бірінде көрсетіліп, ол кішкентай ер балаларға ерекше ұнаған болатын. Медаботс анимесі де 2000 жылдардың басында КТК немесе хабар арнасынан көрсетілген еді. Сюжет бойынша адамдар өз роботтарын бір-бірімен төбелестіріп, роботтар шайқасатын жарыстарды да ұйымдастыратын. Менің әлі есімде біз сыныптағы ұлдармен сол анимені қоңырауларда талқылайтынбыз. Ракуша, Темір Ара, Сумиридон, әскери қарақшы секілді роботтар біздің есімізде ұзаққа жатталып қалды. Одан бөлек Мир арнасының қазақстандық нұсқасында Формула 1 жарыстары жайлы аниме көрсетілетін. Ол анименің аты менің есімде жоқ, бірақ аниме Джонни Торно деген Формула 1 сайыскері және оның командасы туралы еді. Және покемондардың бір толықметражды фильмі де біздің ұлттық телеарналардың бірінен көрсетілген еді. Және Грендайзер аяқталған соң оның орнына құстардың костюмдерін киіп жамандықпен күресетін 5 адамнан құралған топ жайлы да аниме көрсетілген болатын. Өкінішке орай ол анименің аты менің есімде жоқ. 2000 жылдардың ортасында Бродяга Самурай Кеншин анимасы Samurai X деген атпен НТК арнасынан қазақ және орыс тілдерінде көрсетілген еді. Ол бұрын өмірдің қараңғы жағында болып, артынан бейбіт өмірді таңдаған самурай мен оның достары жайлы аниме еді. Ал Samurai X аяқталған соң НТК арнасы Кошачий глаз деген 3 ұрлықшы қыз жайлы анимені көрсетті. Айтпақшы, осы жылы Люпен және Кошачий глаз деген сол анименің ремейкісі шығады. Одан бөлек НТК арнасы Стеклянная маска деген театрлық өнер, актерлік шеберлік жайлы анимені де көрсеткен болатын. Қазақстан ұлттық арнасы да НТК-дан қалыспай, олар 2000 жылдардың ортасында Chevalier de On анимесін көрсеткен еді. Мен бұл анимені көрмедім, бірақ оның сюжеті тарихи деректерге негізделіп жасалған деген ақпарат бар. Және 2007 жылы Қазақстан ұлттық арнасы Сиқыр серілері анимесін көрсеткен еді. Аниме бізге өзге әлемге түсіп, сол жерде зұлымдықпен күресіп жатқан 3 мектепте оқитын қыздың өмірі жайлы баяндайды. Одан бөлек 2000 жылдары Sonic X анимесі ұлттық телеарналардың бірінен көрсетілді. Соникті көбісі аниме емес деп ойлауы мүмкін, бірақ ол Жапонияда жасалған аниме, оны кезінде атақты TMS студиясы түсірген. Сол үшін де Sonic ол аниме, қателеспеңіздер. Хабар және елерна арналары болса Sonic жайлы басқа анимені сол жылдары көрсеткен болатын. Ол анименің сурет стилі және түстері сәл басқаша еді.
Және 2008 жылы НТК арнасы Аватар Аанг жайлы аңызды көрсеткен болатын. Көп адамдар Аватар Аангты аниме деп қабылдамайды, бірақ мен өз басым оны аниме деп есептеймін. Жалпы Аватар Аанг жайлы аниме өте жақсы жасалған туынды. Оны кез келген жастағы адам көріп түсіне алады. Міне біз енді ғана 2009-2010 жылдарда НТК арнасынан көрсетілген Наруто анимесіне келіп жеттік. Наруто бізде JTX арнасының дыбыстамасымен орысша көрсетілетін. Сіздер сол дыбыстаманы Какашида қате түрде Каташи деп айтқанынан білесіздер. Және аптаның ыңғайсыз күнінде оның қазақша дыбыстамасы көрсетілетін. Қазақша дыбыстамамен анимені көру мүмкін емес еді. Себебі қазақша дауыс жапон және орыс дыбыстамасының үстінен қойылып, адамдардың не айтып не қойғанын түсіну қиын еді. Одан бөлек Нарутоның бірінші маусымын 7-ші арнада қайталап көрсеткен болатын. Бакуган анимесі де біздің ұлттық телеарналардың бірінен көрсетіліп, ол бірден үлкен танымалдылыққа ие болды. Көп адам әлі де Қазақстанда ең алғаш көрсетілген аниме ол Бакуган деп айтып жатады. 31-ші арнада басқалардан қалыспай олар қазақ тілінде Шаман Кинг анимесін көрсеткен еді. Олар Шаман Кингті бақсылар патшасы деп аударып, сол кезде оқушы болғанмен, оны үйге сабақтан қайтып келген соң қызыға көретінмін. Және Шаман Кингтен бөлек 31-ші арна Сауытты алхимик деген атпен Стальной алхимик анимесін де көрсеткен болатын. Сауытты алхимикті де сол кездегі кішкентай балалар өте жылы қабылдаған еді. Одан бөлек біздің телеарналарда Хаяо Миядзакидің Принцесса Мононоке, Ветер крепчает, Люпен III, Ходячий замок, Небесный замок Лапута, Ведьмина служба доставки, Унесенные призраками сынды анимелері көрсетілді. Оған қоса біздің телеарналарда Яблочное зернышко, Агент Вексил, Последняя фантазия 7, Дети пришествия сияқты толық метражды анимелер де көрсетілген болатын. Егер мен бір анимені ұмытып кетсем, сен оны комментке жазып менің ойларымды толықтыр, және де менің Джуби өмірі жайлы видеомды көруді ұмытпа. Барлықтарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.